Тағдыр жазуын өшіру мүмкін емес. Бірінші бөлім. О Алла-ай, неге бұлай қинап тастадың мені, айтшы маған, деп қос алақанын аспанға қарата жайып, көз жасы қайта-қайта жайнамазына тамып, біршама дымқыл тартыпты жайнамазы. Ішіндегі әттең деген арман араласқан өкініш мұның жанын тырналған үстіне тырналай берді. Асылдың осылай жылап, тағдырынан алып, дәл сондай шүкірін айтып жүргеніне міне 7 жылдан асыпты. Өзі жазы кештетіп тұрмысқа шыққан, оқуын оқыды, жұмысын жасады, тиісінше әке-шешесіне қолғабыс етті, бауырларына қарасты, өзінен кейінгі үйелмелі-сүйелмелі бауырларын аяқтандырды. Олардың қалың малын, жасауын жасайтынның жасауына қарасып, қарабайыр күн кешіп отырған әке-шешесінің біраз жыртығын жамаған еді бұл қыз. Өзін ұмытып, осылар өссін, осылар жесін, кисін, осылар көрсін деп келеді. Солай жүргенде асыл да бір күні тұрмыс құрар шаққа да қадам басқан болатынды. Жолының ауыр болғаны ма, сол шақтарда әкесі қайта келген күйеу жігітінің ұсынысының кері қайтарған болатын. Жүрегімен жақсы көріп тұрса да, махаббаттың отына күйсе де, ұсынысына жоқ деп жауап берді. Мен тұрмысқа шықсам өзге үйдің күйін күйттеп кетемін ғой. Анашым мен бауырларыма кім қарасады, олардың күйі не болады, аяққа тұрып кетейік, тұрмысқа шығу қашпас деп бел байламға келген. Азаматы болса жылға жуық үйленбей мұны торуылдап күтіп жүрді. Бір ауылда бір көшенің бойында тұрады. Екеуінің сезім оты бала кезден тұтанған. Бала махаббаттары үлкен махаббатқа ұласып, сезімдері де күшейген. Тағдырдың тәлкегінен болар қос ғашықтың жолы екіге бөлінді. Ләйлі мен Мәжнүн еңлік пен кебектің кебін киген еді. Азамат үйіңе қарасамыз, алыс емес қой, келіп тұрасың күнде деп тығырықтан шығудың сан жоғын ұсынса да көнбеді асыл. Бәрібір ене деген бір түсінсе бір түсінбейді. Тұрмыс құрған соң біреудің қолына жәутеңдеп қаласың, ал маған әзір ондай қажет емес деген оймен бәрінен бас кешкен. Азамат жылға жуық мұны күтті, райынан қайтар деп. Соңында төсек тартып жатқан шеше уақыты жақындаған сезді ме, үйлен деп қыстап немере сүйіп, ескеп кеткісі келетінін айтып, арманда кетпейін деп, үйлен деп қолқа салған. Әпкелерінің тауып берген қызына үйленген. Көшеде кетіп бара жатып, кейде сырттарынан көре қалса, қу жүрек көпке дейін сыздап есін шығарған еді ғой. Жақсы көре тұрып бас тарту қандай қиын. Бұл қасіретті сүйгенмен қосыла алмағандар жақсы түсінеді. Азаматтың бақытты болған іштей қалады. Осындай қиындық көріп өскен қыз жазмыштың жазуымен күндер өте бауыр еті үйреніп кетті. Хош, сонымен не керек, Азамат жайлы ойлауға да шамасы келмей қалды асылдың. Жалғыз анасының денсаулығы жақсы емес болатын. Әкесі бар кезде де анасы ауыр жұмыстар жасамайтын еді ғой. Оған себеп белі қатты ауыратын. Бір жағына қарай ауып шойырылып қалушы еді. Сосын емес пе асылдың бар жауапкершілікті өзіне алып жүргені. Қыздың анасына жанашыр келетіні рас қой. Нұржамал да ойсыз келіншек емес. Әттең қолым қысқа деп өкінішпен өткен түндер болмаса, ол да қарап отырмайтын. Тігінге епті келіншек. Жолдасы барда жасаймын десе де оған жолдасы көнбейтін. Саған не жетпейді, одан да балаларыңа қара деуші еді. Шынымен де солай еді-ау. Марқұм Бекжан еңбекқор жан болатын. Жұмыс дегеннен қашпайтын еді. Шаршап тұрса да еңбектенетін жан болған. Отбасын ештеңден тарықтырмады. Аяқ асты аттанып кеткен соң ғой отбасының қиналыңқырап қалғаны. Асыл әкесі қайтқан шақта оқуын тәмамдап жұмысқа орналасуға әрекет жасап жүрген. Қалада жұмыс жасаймын деген оның қалауы болмай қалды. Әкесі кеткен соң анасы мен бауырларының жанында болғанын жақсы деп ауылға келген. Шыны керек, ауылда жұмысқа орналасу қиынның қиыны. Балалар дәрігерінің оқуын оққан еді асыл. Ауылдық, аудандық ауруханаларға барып табан тоздырып жүргеніне 2 айдан астам уақыт өтті. Алланың қарасқаны ма, өз ауылында тұратын балалар дәрігері аяқ астынан көшетін болыпты басқа жерге. Табан тоздырып барып жүргені бас дәрігердің есінде. Ешқандай парасыз-ақ асылды жұмысқа алды. Әйтпегенде белгілі ғой, жұмысқа басын тығу үшін әжептәуір қалта қомпитып тұру керек. Біздің елімізде білімге қарамай, осы параға арқа сүйеп алатындар жетерлік жұмысқа. Қарыздан тарығып басы қатып отырған еді. Бұл уақытта асыл мен анасы Нұржамал бауырларымен бірге далада кешкі шайларын ішіп отырған. Асыл анасына: "Мама, болды енді, мамандығым бойынша жұмыс жасаймын, жұмыс іздемеймін, алдамайды бәрібір.
Одан да ертеңнен бастап ауданға барып жұмыс іздеймін деді. Тойханаға ыдыс жуушы болсам да жасаймын. Бір мемлекеттен келетін жәрдемақы қайда жетеді деп отырған. Үйде қуаттағышқа қосылып тұрған телефонын 3,5 жасар інісі алып келіп берді. Жанында 7-шіге өткеннен кейінгі сіңілісі бар. Дамылсыз қоңыраулатқан бейтаныс нөмірге жауап берген Асыл сөйлесіп біткеннен соң бар даусымен шыңғырып жіберді. Қуанышында шегі жоқ. Жұмысқа алатынын, тіпті бірден қойғанын айтып, анасынан сүйінші сұрай қуанып отыр. Жалғыз Асыл емес, бауырларынан дейін мәз, тосыннан келген тосын сыйға. Асыл ертесіне-ақ ерте тұрып, жұмысына дайындалып, керемет көңіл күймен аудандық ауруханаға барды. Жұмысқа бірден кірісетін болған екен. Арада уақыт өте берді. 2 ай көлемінде уақыт өтіпті. Бұл шақта Асылдың ауылдың адамдары мойындай бастады. Бас дәрігердің өзі басын иді. Білімді маман қол астына келгенін қуанышты еді бас дәрігер. Асылдың мұрын сіңірер уақыты жоқ. Балалар дәрігер болса да үлкен кісілерге дейін келіп қаралатын болыпты. Бас дәрігер тұрса да Асылды сұрап осыған көрінетін адамдардың қарасы көбейе берді. Бұған бастықтары дән риза. Өйткені Асылдың жоғарға құмартушылығы жоқ және бас дәрігердің жұмысы азайып жатыр. Соған іштей қулана мәз болады өзі. Таңертең ертемен үйінен шығатын Асыл кеш қарая бірақ келеді үйге. Әй, соның өзінде дәрігер тек адам емдесе мейлі ғой. Қаншама құжаттармен жұмыс жасайды. Бастысы айлығы жақсы, отбасына жетіп жатыр. Осылай күндер бір сарында өте берді. Асылдың айлығы мардымды болды. Әр нәрсе сатып жүрді анасы. Тігіншілікке ебі бар еді анасының. Сол үйде отырып тоқып әр нәрсе тігіп сататын. Бұл да бір себеп болушы еді Асылға. Уақыт шіркін демде ғой. Өйстіп жүргенде арада 5-6 жылдай уақыт өте шықты. Асылдың жасы 30-дан да асып кеткен. Анасы енді шындап қызын уайымдай бастады. Жақсы азамат кезіксе етегінен ұста қызым деп кеңесін береді. Бұл уақытта Асылдың сіңілісі жоғары оқу орнында 3-ші курста оқитын. Білімді, сүйкімді қызға ауыл жігіттерінің көзі де түсіп жүргелі қашан. Солардың ішінде мектепте дене шынықтыру пәнінен ұстаздық ететін Нәбимен ара қатынас сәл өзгешелеу еді. Азаматтан кейін бүйрегі бұрған жан осы Нәби еді. Оның да шынайы көңілі бар еді Асылда. Сонымен не керек, 4-5 айдан соң Нәби Асылға сөз салды. Екеуі қыз жігіт болып кездесе бастады. Нәби балалар үйінен шыққан жігіт, өмірге деген құлшынысы ерекше еді. Өз-өзін тастап жібермей білім қуды. Арман қуып оқуын бітірген соң қалаға емес ауылға келді. Ауыл адамдары ұнайтын, алдауды білмейтін аңғал жандар. Қонақжай бауырмал ауыл халқына қызығатын. Дипломмен ауылға жобасымен Асылдың ауылынан баспана алды басына. Мектептеріне жұмысқа тұрды. Енді ниеті сол жақсы қызға үйленіп, үйлі болып, үбірлі-шүбірлі болу. Өзі көрмеген ананың аялалақанын, әкенің мейірімен қорғанын көрсету болды. Асылға сөз салған сәттен-ақ өзінің жағдайының барлығынан хабардар еткен. Несін жасырайық, Асылға да осындай күйеу керек еді. Тұрмыс құрса да анасы мен бауырларына қарасып, қолдағы барын беріп қарасатын жан керек еді. Сөз салғаннан соң небәрі 2 ай көлемінде екеуі шаңырақ көтерді. Тіпті той жасамады да. Оған құлшынбады. Нәбидің әріптестері ортадан жәрдеміміз деп ауыл адамдарына дастархан жайып беташар салтын өткізіп берді. Нәбидің жасы 32-де еді. Ауылдың өзімен жасты қатар жігіттері Нәбиді орталарына қосты. Қатарымыз екенсің, ендігі жерде бауыр болып, сыныптас болып араласайық деп. Ал Нәби болса дән риза. Алдынан жақсы жандардың шыққанына қатты қуанды. Нұржамал ана болса, қалың мал қажет емес, екеуің бақытты болыңдар деп бата берді. Үйде отырып тіккен қызыма деп жиған көрпе төсегін апарып берді. Шама шарқы жеткенше бір-бір сыпыра ыдыстарын апарды. Екі үйдің арасы ұзақтау болды, бірақ бір ауыл еді. Асылдың студент бір сіңілісі бір інісі және кішкентай мектепте оқитын 2 сіңілісі бір інісі бар. Барлығы да өз күндерін көріп жүр. Нәби мен Асыл құрдас болатын. Сонымен не керек, өмірлері жақсы өтіп жатты. Кішкентайлар екі ортада өсіп жүр. Нәби көпшілікті қалайтын. Үйіне келген қайнылары мен балдыздарын жібергісі келмейтінді. Екі үйде бақыттың құшағында бөленіп өсіп жатқан. Тек аяқ асты Нәби мен Асылға келер нәубет бәрін тоздырып жіберетінін ешкім байқамады. Әңгіме барсын ары қарай Нәбидің айтуымен жазамын. Бұл әңгімені маған баяндаған оқырман әйел кісімен қатар ер адам ал бастаймын.
Бұл өмірге барлығы дерлік әкеше себепкер болып келеді емес пе? Ал бірақ менің тағдыр жазуым тым ерекшелеу болды. Шіркін-ай, өзгерту қолдан келсе қанекей. Асылға ешсіз ғашық болдым. Оның сұлулығы жайлы әңгіме бір төбе. Адамгершілігін айтсаңшы, қай дәрігерге қаралсаң да, қалтасына бетіңіз болмаса, бізге жақсы қарасын деп қыстыратын әңгімемізді қыстырып кетеміз ғой. Ал асыл басқаша, ақшасын ұсынған адамдардың қолын кері қайтаратын пендеміз ғой. Мен сұраймын, асыл-ау, қызық екенсің, қалтаңды тесеме ала берсеңші деп. Сонда маған үзілді кесілді жоқ дейтін. Маған алу қиын емес қой, тек ақшаның сұрауы болады. Ол қиын, өте алмасаң. Онсыз да мемлекет қарағанымызға ақысын беріп жатыр. Асылымның жауабы жүрегімді елжіретіп тастады. Расында-ау деген ойға қалдым. Ол мені көп тәрбиеледі, көп жақсыны үйрендім асылдан. Сонымен не керек, үйіміз береке мен шаттыққа толы болды. Үйге келген асылдың бауырларын өз бауырларындай көрдім. Оларды жібергім келмейді үйлеріне. Шүкірімізді айтып бақытты өмір сүрдік. Арада жыл өтіп балалы болдық. Шекесі торсықтай ұлымыз келді өмірімізге. Асылды өз үйімде терлетіп өзім қарап жатқанмын. Енем тамағын көтере келіп кетеді. Балдыздарым бөбектің кір-қоңын жуып кетеді. Үстіп жүргенде өміріме бір әйел ене бастады. Сол әйел пайда болғалы өмірімнің тас-талқаны шықты. Ол әйел менің анам еді. Ана деген аттан садаға ет. Білмеймін, мұным дұрыс па әлде бұрыс па, бірақ анама деген өкпе реніш мені жеңіп кетті. Мені өмірге әкелген дәнекер өзі болса да, ол кісінің мейірім махаббатына бөленіп өспеген соң болар, менің де анаға деген махаббатым ашыла қоймады. Балалар үйінен кетсем де, онда барып тұратынмын. Жұмысқа тұрып қолыма ақша түссе де, айлығымды алған күні бірінші сонда барамын. Ол жердегі балаларға қолдан келгенше тәттілер мен ойыншықтарымды алып барып қайтатынмын. Сөйтіп жүргенде мені анам сол балалар үйі арқылы тауыпты. Ондағылар менің мекен жайымды бәрін білетін. Хош, сонымен не керек, анамын деп келді. Тастап кеткеніме кешір деп арада көп әңгіме болды. Қыз күнінде үйлі баранды еркектен алданып қалған көрінеді. Ол еркек бұған өз өмірі туралы көп өтірік айтқан екен. Тастап кеткеніме кешір деп арада көп әңгіме болды. Жағдайым дұрысталса алып кетемін деп ойлаған оған өмір басқа сынақтарын сала берген. Күндер сырғып өте беріп, мені іздеп таппақ болған арманын орындаған екен. Сені бір көрсем, кешірім сұрасам екен деген арманым көкейімде кетпесе екен деп келіпті. Алдыма иіліп кешірімін де сұрады. Анам ғой, мен де кешіріп қабылдадым. Менің үйімде қалыңыз, бірге тұрамыз дедім. Бірақ өзінің отбасы бар екен. Бір жеті болып кетемін деді. Енем де құдағиын тамаққа шақырды. Анамның келгеніне 3 күн болғанда. Мәз-мейрам болып кешкі асқа келдік. Қыстың кезі болатын. Анам үйге көңілді кіріп, әдем әңгіме өрбітіп отырған. Кенеттен қабырғада тұрған суретке анамның көзі түсіп, өңі қурап сала берді. Құдағиымен оны-мұны айтып отырған. Тамақтан алып, кенеттен манағы көңілді отырған адамның көлеңкесі де қалмады. Мен мұны байқадым. Ой үстінде қалған анама қарап, менің де өңім бұзылды. Ол кезде айттым ғой, асыл босанып алған бөпемізді. Бір айлық болғаны еді. Анамның әлгі төрдегі ілініп тұрған картинаға қарап, қайта-қайта мазасы қашып отырғанын байқадым. Бірақ ештеме деп сұрамадым. Тамақ алынып шай келді. Анам ауырып тұрмын деп қайтуға асықты. Тағы көрсеміз ғой деген желеумен қайтып кеттік. Көлікпен келген соң бөпемізді құндақтап ала келгенбіз. Оны орап келіншегімді қалың киіндіртіп қайта шықтық. Үйге келе от жақтым өзім. Жаңа босанған келіншегімді өзім терлеткім келді. Үйден шығарда салып кеткен көмірім шоққа айналып қалыпты. Үстінен қайта отына келіп салып, ошақты маздатып қойдым. Шайды енемнің үйінен анам асыққан соң дұрыс ішпеген еді асыл. Тез шөлдей береді екен ғой жаңа босанған аналар. Соған сүт шайын демдеп бердім. Ошақтың жанына төсектерін салып бергем, келіншегім мен ұлымның. Асыл жалғызсырамасын деп жанында қосылып шай іштім. Бұл уақытта анам басқа бөлмеде жатқан. Мазам болмай тұр, ұйықтай қояйын деп. Бір кезде бізде ұйқыға кеттік. Жарықты сөндіріп жатып қалған кезде де ұйықтай алмадым. Анамның бағанағы бейнесі көз алдымнан кетпей қойды. Орнынан тұрып анам жатқан бөлменің есігін қақтым. Ол кезде мама деп атағанмын. Ол кісіні кешіріп қабылдаған сәттен. Есікті қақтым. Мама, ұйықтап қалдыңыз ба? Сәл үнсіздіктен соң тағы да қайталадым. Жауап жоқ. Содан соң шыдай алмай есікті ашып кірдім. Кіргенім дұрысырақ болған екен. Қонақ шақырарда
қоятын үстеліміз бар еді, ауырлау келген. Сол столды жатқызып қойған. Орамалын үстел аяғына байлап, өз-өзін аспақшы болып жатыр екен. Жүрегім бір сұмдықты сезгендей-ақ болыпты. Тез қимылдап, орамалды шешіп, анамды отырғыздым. Су шаштым бетіне. Әбден жылапты. Саған берер менің махаббатымнан гөрі қайғым көп болған екен. Білсең, сені қатты жақсы көрдім. Қимай тастап кеттім. Аппақ нұр жүзіңді қимай, қайта-қайта сүйіп, етегім жасқа толып өзіңнен бас тарттым. Сондағы елдің сөзінен қорықтым. Басқаны білгенде солай болып қалуым мүмкін екен де білуім керек еді ғой. Жігітіме сенген едім. Ол мені алдаған екен. Менімен танысқанда бойдақпын деген. Ал қалай жүкті екенімді біліп, оған айтқанда менің отбасым бар, жаңадан үйленгенмін. Келіншегімнің де аяғы ауыр. Оны жақсы көремін. Жастықтың желігі басылмай не болар деп жүргем. Менен күтеріңді іздеп ақшасын қолыма ұстатып кеткен. Содан қайтем, алдырып тастауға уақыт үлкейген. Қанша туғым келмей қаласа да Алла жарық берсе көреді екен. Ішімді әбден ұрдым, соқтым, жыладым. Өз-өзім тастап жібердім. Жатақханадан шығып пәтер жалдап, әр жерде ыдыс жуып жүріп жұмыс жасадым. Өзім арық бойшаң болған соң ішім біліне қоймады. Үнемі кең киіп жүрдім оқуда. Босанарға 2 ай уақыт қалғанда жақыным қайтты деп сұранып оқудан шықтым. Ол кезде сабақты аяқталып жатқан деп анам ескі жарасының аузын тырнап созбақтай берді. Мама, неге менің шаңырағыма келіп мұндай нәрсе жасап отырсыз? Тағы да бақытсыз қылып кетпексіз бе деп ашуландым. Есін жияр дегенім еді. Асылдың әкесінің суретін көріп неге көңіліңіз түсіп кетті? Танисыз ба, іштегі күдігім тастап кеткен жігіті осы болмаса екен дейді. Айтсаңызшы. Ашуға булыққаннан даусым қатты шығып кетті. Тастап кеткен жігітің кім? Атын айтшы, қайда тұрады? Қанынан жаралдым ба, іздеп барайын, әдейі осылай айттым. Шындықтың шырмауын түйсігім сезіп тұр. Тек анам жалтарып кете ма дегенім болып тұр. Біраз үнсіз тұрып, жылап тұрып анам әттең, әттең, әттең дей берді. Сенің әкең сол адам. Жек көрдім, жек көргем сонша енді қалғым келмеді. Сыртқа шығуға бекініп орнымнан атып тұрдым. Көлікке келіп оталдырып жүріп ауыл сыртына бардым. Ешкім аяқ басып бармайды-ау деген жерге іштегі ыза, өкінішім менің еркімнен тыс болып жатыр. Сонда мен асылмен, ал балам ше, менің асылға деген сезімім ше, қайда қалды мұның бәрі? Қандай қиын мына сезім, қандай қиын. Таң атып кетсе де көлік ішінде жата бердім. Анам жоқ, әлгі апайдың кетіп қалғанын күттім. Қыс ауасы суық болса да жанымның жаурап мұздағаннан, тәнімнің жаураған сезбеппін де. Түске таман үйге бардым. Келіншегім байғұс амалдап от жағып, қалың киініп алып жұмысын жасап жүр. Мені көрді, бірақ ештеңе сұрамады асыл. Үйге кірдім де ұлымды құшақтап ұйықтап кеттім. Енді не болады, қалай болады? Ойлап жауап таппадым. Шындықты асылға бірден айта алмадым. Уақыт керек болды. Өзімді іштей дайындадым. Араға 5 ай толды. Асылға ешқандай да жақындамадым. Шындықты айтудың ретін таппадым. Жаман ойым кейде жап-жақсы отбасың айтпа дейді. Оймен арпалысып жүргенде ұлымның сырқат екенін білдігідік. Көп ауыра берді. Ұйқысыз түндерде жылай берді. Асыл екеуміз кезек-кезек қараймыз. Осы 5 айға толғанда пайда болды бұл дерт. Бірден ойыма әр нәрсе сап ете қалды. Асыл жылап еңіреп жүріп қаратты дәрігерлерге. Қасында мен бармын әрине. Кішкентай балаға бар ауруды үйіп берген. Басында ауытқу бар дейді. Бауыр асқазан жетілмей қалған. Айта берсең тіптен көп. Өзімнен тараған ұлым ғой. Ет жүрегім езіліп, шарасыз жатқан бөбегімді қолыма алып, еңкілдеп кеп алып жылаймын. Көлікте отырмын. Балам қолымда. Асыл ауруханада құжаттармен жүр. Ет жүрегім езіліп, шарасыз жатқан бөбегімді қолыма алып, еңкілдеп алып жылаймын. Балам-ау, ботадай көзіңнен айналдым. Жапа шеккен құлыным. Сен қиналдың-ау жарқыным жүрегім. Айтыңыздаршы, перзентіңнің ауырып жанының қиналғанын көріп, қай шыдасын? Мен бір шешімге келдім. Бұлай жалғаспайды. Жалғаса берсе ұрпағыма зияным тиетінін біліп тұрмын. Мұндай сұмдықты кім көрген? Бірақ өмірде болады екен бәрі де. Асыл құжаттарын алып көлікке отырды. Көңіл күйі жоқ, қайдан болсын. Тіке үйге тарттым. Ең қиын сәт мен үшін айтудың өзі ауыр. Асыл отыршы, айтарым бар. Отырғыздым жаныма. Қалай болды солай айттым. Тек тыңдап болғанша ештеңе айтпа дедім. Ол үнсіз ғана жылап отыр. Қандай қасірет мынау, үйіп тұрған отбасыңнан өзің бас тарту, сүйе тұра кету, көну. Қиын, бермесін мына тағдырды ешкімге. Асыл жылап сықтап,
Өз-өзіне келе алмай апта жүрді. Мен де үнсізбін. Бұлай болмайды, молда шақырайық. Біз білмедік ештеңе. Үлкендердің қателігінің зардабын біз шектік қой, деді Асыл қос жанары жасқа толып. Содан енеме айтып, ол кісі естіді бар жайды. Оған да оңай соқпады білем. Үйге молда шақырып, некені бұзып, Құран оқытып, құрбан шалдық. Үйімді дипломмен ауылға жобасымен алған соң келісім шартқа қол қойғаным бар. Жырақ кете алмадым. Басшылықпен сөйлесіп келіп, жарты жылға басым ауған жаққа кеттім. Балам 7 айдан асқанда періште болып кетті. Осы жағдайдан соң кеттім. Анамды бардым іздеп, қатты сөйлеп ренжітсем кешіріңіз. Сізді кештім, аман болыңыз деп, ол кісімен де қоштастым. Оған да оңай болмады. Бір қателігі бар, өмірін өксітті ғой. Медресеге бардым анамнан шығып. Құран жаттап намазға жығылдым. Солай қайтадан ауылға келдім. Асыл да намазға жығылыпты. Басына түскен нәубеттен шашы да қарытты. Оңай емес оған да маған да. Келіп Асылмен жеке сөйлестім. Екеумізіне сезімнің ұшқыны қалмапты. Асыл отбасымен қалаға көшетіндерін айтты. Білімін жетілдіріп сонда жұмыс жасаймын дейді. Міне бүгін Асыл отбасымен қалаға көшті. Өзім басы қасында жүріп жайғастырып жәрдем бердім. Ендігі өмірі жақсы болса екен, қолынан келгенде тағдыр жазуын өшірер едім. Бірақ мүмкін емес. Жақсы жар кездесіп жатса мен де отбасын құрармын. Тек жүрек түкпірінде бір түсініксіз сезім қалады екен. Сіздің әңгімелеріңізден мен үзбей оқимын. Сосын ой келіп Нәбиге айттым. Екеуміздің сізге жазғанымыздан ұрпақ алдындағы парыз деп түсіндік. Сезімнің жетегіне еріп, бүкіл өміріңізді солдырып алмаңыздар дегім келеді, деп аяқтады сөздің соңын кейіпкер. Ауыр тағдыр, түйсігі бар нәрсе сезер жақсы жан керемет сабақ алады деп ойлаймын.